Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге үй жағдайында ең тез әрі дәмді дайындалатын пастаның түрін көрсететін боламын. Бізге керекті заттар тауық еті, грейпи, сливки және чеснок керек болады. Чеснокты ірі қылмай ұсақ етіп тураймыз. Грейпиді қатты әрі қылмай, қатты ұсақ қылмай, орташа көлемде турап алып шығамыз. Тауықты тураған кезде мен кішкене ірі бөліктерге бөліп турадым, өйткені пастаны араластырған кезде арасында көрінбей қалмас үшін кішкене ірі қылып турасаңыздар болады. Пастасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнаған суға өздеріңіздің қалаған көлемде пастаны алып пайдалансаңыздар болады. Қайнап тұрған суға пасталарымызды салып 5-6 минут көлемде пісіріп аламыз. Үстіне міндетті түрде тұз саламыз дәміне қарай. Шанышқының көмегімен араластырып тұрыңыздар, өйткені бізде паста астына жабысып қалуы мүмкін. Тапамызға аз мөлшерде май құйып алып қыздырамыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне чесногымызды салып, қызарғанға дейін кішкене қуырып аламыз. Үстіне тауық етін салып, кішкене қызарғанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Үстіне тұз және де бұрыш приправа салсаңыздар болады. Тауығымыз кішкене қызарып піскеннен кейін үстіне грейпиімізді саламыз. Грейпиді ұзақ уақыт отта ұстамаймыз, кішкене жұмсарып қызарғанға дейін қуырып аламыз. Грейпидің үстіне аз мөлшерде тұз салып араластырамыз. Минут қуырғаннан кейін үстіне аз мөлшерде су құйып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Суымыз тартылғанға дейін қуырамыз. Суымыз тартылғаннан кейін үстіне дайындап алған сливкиімізді құйып 2-3 минут көлемінде отта ұстаймыз. Дайындап алған пастамызды үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз да оттың астын өшіреміз. Осымен біздің пастамыз дайын. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Сіздерге әрдайым жаңа видео рецептермен бөлісетін боламын.